Біз сұрақтарды жалғастыра береміз. Бүгінгі тақырыптар көліктер бір-бірін сүйреу. Бірнеше ғана сұрақ бар, 7 сұрақ бар. Ал енді кеттік. Мына көрсетілген жұмсақ сүреген кезде қаншама ортасына жаңа жолаушылар ілу керек дейді. Жоқ дегенде екеуін ілуіміз керек. Бір-бірін көліктер сүреген кезде алдыдағы сүйреп жатқан көлікке адам отырғызса бола ма дейді. Я, болады. Қатты сүйрегішпен сүреген кезде ара қашықтық қанша болу керек екі көліктен? 4 метрден аспау керек. Мынандай жолдарда сүреуге бола ма дейді. Кез келген жерде сүреуге бола береді, сондықтан болады дейміз. Мынау да сол сияқты автоарналарда сүреуге бола ма дейді. Я, болады. Арт жақтағы көлікке адам отырғызса бола ма дейді. Жоқ, болмайды. Мына сүрегіште жұмсақ сүрген кезде мынаның арақашықтығы қанша болу керек дейді екі көліктің. 4 және 6 метр арасында болу керек. Келесі тақырыбымыз 21-ші тақырып, бұл көлікті үйрету деген тақырып болады. Бұл жақта 6 сұрақ бар екен. Бірінші сұрақ. Адамды үйретіп жүрген кезде адам тасуға бола ма дейді, арт жақ отырғызып. Жоқ, болмайды. Автоарналарда адамды үйретуге бола ма? Жоқ, болмайды. Жалпы жолда адамды үйретуге бола ма дейді. Я, болады, егер о жерге полиция басқармасымен егер ескерілген документтер болса, я, өзінің схемасы болса, онда болады. Бастапқы үйрету қай жерде басталады? Әрине жабық жерлерде немесе автодромда. Автодром немесе жабық жерлер. Мынандай жолда үйретуге бола ма дейді. Бұл да автоарна сияқты жол, шапшаң жүретін жол, яғни мына белгі тұрған жерде 5/3 немесе 5/1 ереже бірдей, яғни бұл жерде болмайды. Үйретуші адамның қолында қандай қағаз болу керек дейді. Яғни оның біліктілігі арттырылды деген сертификаты қолында болу керек екен. Олсыз ол үйретуге құқығы жоқ. Келесі тақырыбымыз адамды тасымалдау. 3 сұрақ бар. Бірінші сұрақ. Қандай жағдайда балаларды 12 жасқа дейінгі балаларды алдыңғы орындықта отырғызуға болады дейді. Егер оған арнайы ұстап тұратын кресло болса, арнайы белдік болса қауіпсіздік дейді, яғни екі жағдайда отырғызуға болады екен, егер ондай жағдайлар болса. Осы көрсетілген қандай жағдайда адамдарды тасымалдауға болады дейді. Кез келген тіркемеде адам тасуға болмайды, егер ол фургон болса кузов, онда болады. Ең басты жаққа ауа кіретін болса болды. Он 12 жасқа дейінгі балаларды тасымалдауға болмайды. Қандай жағдайда? Мотоциклдің арт жақ орындығында немесе орындық саны асып кеткен жағдайда, жеңіл көлікте, яғни екі жағдайда болмайды екен. Келесі тақырыбымыз ол жүк тасымалдау. Жүкті тасымалдау да бұл жерде сұрағымыз аз. Бірінші сұрақ. Мынандай жағдайда, яғни мына жүк машинаның сыртына 40 сантиметр шығып тұр, осылай тасуға бола ма дейді. Болады, әрине, егер 40 сантиметрден асып кетпесе, ешқандай белгі қоймай таси берсе болады. Осылай жүк тасуға бола ма дейді. Артынан немесе алдынан 1 метрға дейін ешқандай белгі қоймаса болады, яғни рұқсат. Егер жанынан 60 сантиметр шығып тұрса, осылай бола ма дейді.
болатын еді егер бұл жерде белгі қойып қойса. Мына жерде ешқандай белгі жоқ, сондықтан болмайды. Алдынан немесе артынан 1 метрден асып кетсе белгі қою керек дедік. Яғни мына жерде 1,5 метр асып тұр, сондықтан осылай рұқсат етіледі. Және осы топтамада соңғы сұрақтар мүгедектерге арналған сұрақтар, олардың қандай басымдылығы бар басқа көліктерге қарағанда. Бірінші сұрақ. Мына тұрған белгі астында тақташасы бар. Кімге тоқтауға болады дейді. Осындай белгі тұрғанда. Біз білеміз, бұл белгі қоғамдық көлікке,